Ыбырай Алтынсарин ағарту және ұлттық мектептің қалыптасу тарихында терең із қалдырды. Бала кезінен білімге және өз білім жетілдіруге, елгезеттік қабілеттің көзге түсті. Білімге деген шексіз құштарлық және өз халқына барынша пайда келуге деген ұмтылыс Ыбырайдың өмірлік ұстанымына айналды. Табиғатында ол қарапайым және еңбекқор адам болған. Өзге халықтардың жетістіктерін мүмкіндігінше көп біліп, тануға тырысып көп оқыған. Ыбырай Алтынсарин көрнекті ағартушы, педагог, ақын, қоғам қайраткері ретінде енді. Ыбырай Алтынсарин 179 жылдығына орай біздің кітапханамызда «Шырағын жаққан білімнің» атты виртуалды танысу кітап көрмесі ұйымдастырылды. Онда қазақстандық ақындар мен ғалымдардың кітаптары қойылған. Олардың арасында жерлесіміз Серікбай Оспанов та бар. Ұлы ұстаз ұлағатты және де Сөнбес шырақ атты кітабында Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен шығармашылығын зерттейді. Сондай-ақ бұл көрмеде Ыбырай Алтынсаринге арналған газет, мақалалар мен балалардың ғылыми жұмыстары ұсынылды. Аяжан, 9 сынып, Ыбырай Алтынсарин өзен. Таулардан өзен ағар сарқыраған, айнадай сәуле беріп жарқыраған. Жел соқса, ыстық соқса бір қалыпта, аралап тау мен тастар қыраған. Көңілің суың ішсең ашылады, денеңде бар дертіңді қашырады. Өксіген отта жанып жануарлар өзеннен рахат тауып басылады. Ыбырай Алтынсарин. Өнер білім бар жұрттар. Өнер білім бар жұрттар, тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Аты жоқ қорарбаны 1000 шақырым жерлерге күн жарымда барғызды. Адамды құстай ұшырды, мал істейтін жұмысты от пен суға түсірді. Отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді. Теңізде жүзді балықтай, дүниені кезді жалықпай. Білгендерге осылар, бәрі дағы анықтай, білмегенге танықтай. Біз де бекер жатпалық, осыларға таныспай. Ат өнері білінбес, бәйгеге түсіп жарыспай. Желкілдеген көкшөптей, жасөспірім достарым, қатарын кеттау алысқай. Ұмтылыңыз қалыспай, біз надан бап өсірдік, иектегі сақалды. Өнер жігіт көркі деп, ескермедік мақалды. Біз болмасақ сіз барсыз, үміт еткен достарым, сіздерге бердім батамды. Сәлеметсіздер ме? 18-ші мектеп гимназиясының 7-ші сынып оқушысы Халилова Амина. Ыбырай Алтынсарин, қарға мен түлкі. Ашылып түлкі жүрді жапандарда, тамақ іздеп жол шекті сапарларға. Еш нәрсені көре алмай келе жатса, көзіне түсті алыстан жалғыз қарға. Жүгіріп түлкі соған жетіп келді, қарға ағаштың басында мұны көрді. Тістегені аузында тәтті ірімшік, оны көріп түлкі екен сөйлей берді. Қарға батыр, әр сөзін күміс, алтын, сырттан халқан тілейді барша халқын. Қарға әнінде әуе жоқ деп, осылайша шығады сыртқа даңқын. Сандуғаш бұлбұлдарды көріп едім, жүзінді бір көруге келіп едім. Даусынды бір шығаршы шаттан айын, сырттан асық болғаннан өліп. Алтынсарин, кел балалар оқылық, бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тұқылық. Істің болар қайыры, бастасаңыз алалап, оқымаған жүреді қараңғыда қармалап. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар, тіленгеннің алдынан іздемей-ақ табылар.